Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен мен Нұрайым. Бүгін рассольник тағамының дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз қажет етімізді кастрюльға салып, етіміз бататындай қылып су құямыз. Сонан соң қайнаған күтеміз. Қайнаған соң көбігін алып болған соң біз ішіне қосатын жаңағы дәнімізді қосатын боламыз. Негізінде перловка қосады достар, бірақ менде перловка болмаған соң осындай зеленая чечевица қосып жатырмын. Шамамен бір кеседей қостым. Қайнау уақыты 45-50 минут. Сондай уақытта жарылып пісетін болады. Перловкада дәл солай піседі негізінде. Жуып салатын боламыз дәнімізді. Сонан соң дәміне қарай тұз қосамыз. Енді достар, сковородкаға майымызды құйып, жуаны және сәбізді шыжғыратын боламыз. Және томат пастасын қосып, бәрін бірге шыжғырамыз. Менде томат пастасы болмады. Мен мынандай приправа қосып жібердім. Ештеңе қылмайды. Болмаса помидор қоссаңыздар да болады. Томат пастасы болмаса. Енді біз қайнап жатқан осы етіміздің, тамағымыздың үстіне картобын салып қайнататын боламыз. Шамамен пісет деген уақытта салыңыздар, өйткені қатты езіліп та кетпеу керек. Енді біз достар мына шыжғырған сәбізбен жуамызды қосатын боламыз. Араластырамыз. Шамамен осы картопты салғаннан кейін мен бір жарты сағаттай қайнаттым. Енді достар, рассольниктің жаңағы ең основной ингредиенттері осы. Қиярымызды қосамыз. Етімізді шығарып алып, суытып қоямыз, сонан соң турап дайындап қоятын боламыз. Осыдан кейін енді біз қайнап жатқан сорпамызға тамағымыз дайын болуға жақындағанда, бір 10-15 минут қалған кезде дәмдеуіштерді қосамыз. Мен осы лавр жапырағын және осындай түйір қара бұрыш қостым. Тағамымыз дайын болды. Енді біз осы қиярымыздың рассолын құятын боламыз. Шамамен 200 граммдай мен қостым. Тікелей осы рассолдың дәміне байланысты біздің тағамымыздың дәмі өзгеретін болады. Ашқылтым жақсы болып шықса, тағамымыз да сондай дәмді болып піседі. Өзіме осы рассольник тағамы өте ұнайды. Жақсы сүйсініп ішетін тағамдарымның бірі. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған мен Нұрайым достар. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттер болады. Менің каналыма жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Әзірге сау болыңыздар.